Бактан сәлем достар, сіздермен бірге мен Джаго кезет қаласындар достар. Короче, бүгін біз деген Майнкрафттан выживанияны жалғастыратын боламыз. Бұл уже екінші бөлім. Ана бұрынғы выживания деп ойлап қалмаңыздар. Новыйдан бастаған выживаниям каналда шықты. Ал біз көп сөзбей бастайық та, біз өткенде осы жерден аяқтаған боламыз, ал біз жалғастырамыз. Сіздер видео алсаңыз, бұны лайк басып, комментарий жазып, және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Так, көп рахметтер келіп отқаныңыздарда. Так, менде 16 булыш бар. Тапқыр жаса алмайын. Тапқыр дайын. Енді аламыз. Печкедегі угілді аламыз да. Кішкене факел жасаулар. Бірінші ағаш. Ойбай, палка деп. Угілді қоямыз да. 8 жарайды. Болды. Енді не істесек болады екен? Мыналар жанымда жатқан бетіне блоктар ештеңе керек емес қой. Так, не бар екен? Осы жерге бір үй салайын. Жоқ. Газ салайын. Так, мынаны алайын. Печке. Көрсіп аламыз. И ағашына қайтайықшы. Не? Қаяққа барсақ болады. Так, саяхатта қайтайық шамалы жерлерді. Анақта лава бар сияқты. Мен тау жерден шығар жіберіп, бір өкініштісі. Бір басқа жерлерден шығарғандағы. Бірақ тауларда угіл көп болады. И шахта. Таудың өзін нормально. Так, угіл керек емес. Дәл қасымызда не бар екен ғой? Болото. Қой. Как раз ең соңғысы. Түсіп кетпе суға. Төсек дайын. Деуге де болады. Тек енді үй салуға ағаштар қажет ме? Қандай олды салдыратын шығам. Онда үлкен үй керек емес. Тез давай етіп олайық. Сіздерге ұнап отыр ма? Комментарияға жазып кетіңіздер достар. Тезірек алып тастайық. Бір жаман ұстап жоқ, ұстапқа қойып өзім істеп алатын едім негізі. Сол анама магазинді қайтадан жазып алу еді. Ол да көшіп қалды. Так, мынаны алып алайық, тез ағашты. Тез. Айтпақшы, сіздер бір блокты күтіп отқан шығарсыздар, бірақ ол удалетіп қалды содан. Сол үшін ойнай алмай қалдым. Егер ойнасын десеңіздер, сол бір блок выживанияның астына тез лайк жинап тастаңыздар. Лайк оңай ғой, ондай 100 сондай просмотрлар ғой. Так, мына жерде шахта бар екен. Шахта емес, жай ғана қалып кеткен ба? Ой, енді қалай шығам деп айтпақ қойын. Кішкене тамағым қарылып отыр, мән бермей қойыңыздар. Тез ағаштар көтере бермеймін. Алып алайық. Сосын үйімізді дайындайық. Так, болды. Қанша ағаш жинақты екен? 39 жетеді шығар. Лақтыр жергеніз. Так. Почти 300 ағаш шықты. Жетеді шығар деген ойдам. Лақтырма. Бұл так.
Қайжерге салғылық деген қайтадан тау жақ баяғы тау жақтан негіз салған тау жақтан үй салған әдемі ғой. Иә. Сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Езомалы достар. Батысына изумруд болғансың ғой, короче. Изумрудтан адасып кетпеу керек. Так, қажет. Мына же шамалы екен, алып тастайық. Болды. Тезірек салып тастайық үйімізді. Так, осындай. Сындырып тастайық. Мына булыжникпен жауып тастайын. Онсыз да қазір мен булыжникпен істеймін. Oldu. Булыжникпен әдемі болады. Жоқ, булыжникпен емес. Ағаштармен істеп тастаймын. Бірақ жетпей қалады ғой. Жетпесе қайтадан әкелемін. Бүгінгі серия үймен байланысты болады, достар. Еще бүгінгі серияда изумрудта болдық, бірақ бізге железо керек оны алу үшін. Қанша изумруд бар екен ана жерде. Көп сөйлемейді, не істесекші, үйімді салып тастайықшы. Так. Тез. Мынаны бүйтіп шетке қойып қойын. Мынасында тезірек. Салып тастайық. Ой, тапыр бар ғой менде. Мына қолмен алдым. Еден білтірдік. Енді үстін осы блоктан тез салып тастайын. 64 ғана блок бар. Қазір онда тастармен салатын шығармын, крышасын. Ештеңе етпейді. Немесе даже мынаған жетпей қалады ағашын. Ағашта футбаш қолданған жоқпын ғой. Тап-таза күйінде тұр ғой. Так. Сала берейік. Булыжникпен істеп тастаймын. Жетпей қалды. Әлі екі не қыры бар. Енді ағаш жинап қайтамыз қайтадан. Айтпақшы изумруд жақ қайда? Железо деп ойлап қалдым ғой. Железо болса жақсы болатын. Болды, изумрудтан адастық. Изумруд маған түріне бар. Так. Қойды да алып жүрек керек болдылар. Тезір жүріп. Тұр, жабамын. Бәйдім. Жоқ, ой. Осы өтінішімді хотя бы осы өтінішімді монетін шығарсын. Осы өтінішімді монетін шығарсын хотя бы. Енді ашу сияқты күшті болады.
Нормально. Енді екінші рет бірдеңе өтпей ма? Байып кетпей ма? Қанша шығады екен? 76 нормально жетіп қалады. Тесте шығайын. Тұр. Жалп барамын. Так. Хоппа. Маған еще шахта болу керек не еще. Осы выживание ұнап отыр ма, комментарийға жазып кетіңіздер. Маған жалпы ұнап жатыр. Біз уже келесі серияларда бастаймыз. Уже келесі серияда достар мен шахтаға бастаймын. Қазір мен далада жүрмін. Тез жеткен ғой достар. Нормально. Болады. Деп крыша салып. Да бабай дейді бұл. Жоқ, стоп болмаған соң істейміз, енді қайтеміз. Енді не істейміз? Тез алмайды. Екі қалғанда ана қолға қойылатын болғанда, еще екеуі қазатын болғанда кайф. Екі тасты бірден қасып тұрасың. 43 жетейін екен. Жетпейді ау осы. Жетсе екен енді. Он жеті. Біле бердім. Салып кеттім ба? Сол кезде үйін салып кеттім. Саяхатқа шығып едім ғой. Ол кезде первый қойылу жоқ. Содан кейін жай ғана қандай суреттер мына жерінде сондай суретті қоя салатын. Қазір первый қоямын, соның арқасында көп просмотр жинаймын. Сол үшін алғысым шексіз достар. Мені көп адам қарап жатыр. Таңғалып қалдым өзінде. Бұйырса, уже мың подписчиктер жетеміз. Сосын 10 мың, және де 100 мың, және де өзіміздің кнопка алған кезде влог түсіретін шығармын. Маған жету айда 14 жасымда не істейтін шығармын. Ойбай 14 кеттім ғой. 1-2 жылдан кейін 50 мыңға жетіп қалармын. Ал сіздердің қолдауыңызда достар. Маған көмектесіп жүріңіздер. Өзім подписчикке жетуге. Жеттім. Сөйлеп отырып уже 14 минут болды. Үйді аяқтадық. Тезірек барып алып келейін. Тезірек жүріп барып келейінші.
жаңағы ізіміз қайда екен? Мен дәл басында салу керек. Міне. Болды ма? Бір ізімізден басқа жоқ екен. Жарайды, оның өзі пайдалы. Так, не істесек болады екен? Жақсы ма екен? Келесі серияда түсіп қайтады. Жақсы шығар. Келесі бөлімде түсіп қайтарымыз. Ал бүгінге осы достар. Бүгінге осымыз. Артық қоя алайын. Сосын қазір бітірейін. Işte отырамыз деген жауын алып тезірек печкамызды қоямыз. Екеу жетпейді. Жарайды, келесі бөлімде жасаймыз. Мынаны қойып жіберейік. Бүгінге осымен бітті достар. Сіздермен бірге болғанмен жақсы кездесіп қош. Сау болыңыздар.